Сәлем достар, бүгін көптен күткен Ташкент палауының рецептімен бөлісетін боламын. Менен рецепт сіздерден тіркелумен лүпіл болсын. Ташкент палау үшін бізге 400 грамм ладер күріші, 100 грамм мейіз, 100 грамм нут, 400 грамм сиырдың еті, 200 грамм қойдың құйрық майы, 2 сәбіз, пияз, палауға арналған дәмдеуіш және де сарымсақ қажет. Алдымен қойдың құйрық майын 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін жұқалап турап, екінші бөлігін екіге бөліп алып қоямыз. Жұқалап туранған бөлігін майға шыжғырамыз. Пиязымызды жартылай дөңгелек етіп кесіп аламыз. Содан соң сәбізімізді ұзынша 4 бұрышты етіп кесеміз. Нут жаңғақтарын 20 минут жылы суға қойып бұқтырып аламыз. Сарымсағымызды дайындап, содан соң қызып тұрған қазанда ұсақтап туралған құйрық майымызды шыжғырамыз. Құйрық майды қызарғанша шыжғырып, содан соң алып тастаймыз. Үстіне 150 мл сұйық май құйып, жарты пиязымызды қызартып қуырып, содан соң құйрық майымызды қуырып алып тастаймыз. Енді етімізді салып, қызарғанша қуырамыз. Барлық жағынан қызартып қуырып алған соң, үстіне пиязымызды саламыз. Пиязымызды сары түске боялғанша қуырып, үстіне құйрық майымызды қосамыз. Содан соң сәбізімізді салып, дәміне қарай дәмдеуіштер, тұз, бұрыш салып 10 минут бұқтырамыз. Енді еттің бетін жабатындай етіп суық су құйып, қайнаған соң үстіне нут жаңғағын және де сарымсағымызды салып қайнатамыз. Қайнаған соң төмен температураға қойып, 1,5-2 сағат бұқтырамыз. Бұл өте маңызды, себебі осыдан соң біздер су құймаймыз. 1,5 сағаттың ішінде көкөніс пен ет өзінің сөлін шығарып, сорпа өте дәмді болады. Бұл зирвак деп аталады. Уақытымыз өткен соң зирвактан сарымсақты алып, үстіне мейізімізді қосып, алдын ала ыстық суда 15 минут бұқтырылған лазер күрішімізді саламыз. Күрішті зирвакқа батырып, плитаның жоғарғы температурасына қойып, сорпамыз сарқылғанша қайнатамыз. Қайнату кезінде 3-4 рет араластырып отырсаңыз болады. Күрішіміз барлық сорпаны өзіне бүктіріп алған соң, ортасына тесік салып, сарымсақты қайтадан оралтамыз. Күріштің бетіне тарелка жауып, қазанымызға ауа өтпейтіндей етіп, толықтай бетін жауып, оттың температурасын минималды жылдамдыққа қойып, 15-20 минут дайын болғанша бұқтырамыз. Мінекей, Ташкент палауымыз дайын. Енді палауды жоғарыдан төмен қарай саламыз. Видеодан сізге палаудың дәмін жеткізе алмаймын. Көріп тұрғаныңыздай, палаудың күріші бір-біріне жабыспай әдемі піседі. Етті турамай берсеңіз де болады. Палаудың қасына жұмыртқа, ачечук салатын дайындап, дастарханыңызға қойыңыз. Сіздермен болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.